Ал құрметті достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен байланыста мен Дана, және бұл каналда біз сіздермен трейдинг туралы, қор биржасы, инвестиция, елдің бәрі айтып жүрген финансовая грамотность, жалпы ақшаның айналасындағы барлық тақырыптарды қозғайтын боламыз. Қазір таңда 3 жылдан бері мен қор биржасымен және осы саладағы барлық активтермен жұмыс жасап жатқан жайым бар. Жүрген жерімде көп адамдар менен бұл сала өзі не ол, қалай бастайды, не істеу керек сонда деген сұрақтарды көп қояды. Сол себепті бүгінгі сабақта сіздерге осы YouTube каналыма арнайы эфир шығарғым келді. Жалпы инвестиция дегеніміз не, трейдинг дегеніміз не, акция, облигация, ETF-тар, оларды қалай сатып алады, не істеу керек? Жалпы ең бірінші новичок ретінде өзіңіздің әрекетіңізді неден бастау керегін осы сабақ барысында сіздерге айтып беретін боламын. Алып кеттік. Негізі жалпы менің өмірімде трейдинг және инвестиция деген екі сөз қатар жүреді. Жүрген жерімде мен трейдингпен айналысам, мен инвестициямен айналысам, және сол арқылы осыншама ақша таптым десем, сразу ол не, айырмашылығы қандай деген сұрақ туындайды. Ең бірінші айтқым келіп отырған нәрсе, кез келген мемлекеттің экономикасы бар. Мысалы, біздің Қазақстанды алатын болсақ, Қазақстандағы барлық ақша айналымын белгілі бір ұйым реттеп отырады. Оны біз сіздермен қор биржасы деп атаймыз. Яғни Қазақстанның территориясында түрлі компаниялардың ақшаларының айналымын, осы қозғалыстың барлығын реттеп отыратын ұйым қор биржасы деп аталады. Яғни былайша бір қарапайым сөзбен айтқан кезде ол бізде базар. Сол сияқты әрбір мемлекеттің өзінің биржасы болады. То есть Ресейдікі Moscow Stock Exchange, Қытайдікі Шанхай Stock Exchange және Американікі New York Stock Exchange сияқты әрбір мемлекеттің өзінің ақшасын, өзінің бюджетін реттеп отыратын биржасы болады. Міне сол биржадан сіз бен біздер түрлі активтерді сатып алып, сату арқылы пайда таба аламыз. Жалпы енді бұл жерде айтқым келіп отырған нәрсе, сіздер ол қор биржасынан қандай да бір активті сатып алу үшін әрине қандай да бір әрекеттер жасауыну керек. Егер де сіздер сол активтерді бір күн ішінде саудалайтын болсаңыздар, яғни мен қазір сатып алдым, қазір сататын болсам, мен трейдингпен айналысып жатырмын. Ал егер де оны сатып алып, біраз уақыттардан кейін, 3 айдан кейін, 1 жылдан кейін, 3 жылдан кейін сататын болсам, мен инвестициямен айналысып жатырмын. Негізінде трейдинг дегеніміз не? Қандай да бір активті сатып алып, белгілі бір уақыт аралығында сіз өзіңіздің табысыңызды алғаннан кейін сол сделканы, яғни сол акцияны немесе ETF-ті сатып жіберетін болсаңыздар, ол трейдинг. Ал егер сатып алып, просто ұмытып кететін болсаңыздар, ол бізде инвестиция деп аталады. Енді трейдинг пен инвестицияның айырмашылығын түсіндік деп ойлаймын. Яғни трейдинг дегеніміз ол күн ішіндегі сауда, инвестиция дегеніміз ұзақ мерзімді, яғни сатып алдым, сатып жібердім. Енді осы трейдингпен болсын, инвестициямен болсын айналысу үшін біз қандай активтерді сатып аламыз? Енді бізде жалпы қор биржасы ол базар десек, ол жердегі біздің тауарымыз осы акция, облигация, ETF, криптовалюта, алтын және тағысын тағы. Яғни ол көзге көрінбейтін біздің тауарымыз болып саналады. Сіздер базарға барып қандай да бір товарды сатып алып сататын болсаңыздар, ол сіз физически қолмен ұстап әрекет етіп жатырсыздар. Ал мына жерде бізде қор биржасына, яғни сіздер электронная, дистанционно сол базарға барып, қандай да бір активті, мысалы акцияны сатып алып саудалайтын болсаңыздар, бұл жердегі сіздің товарыңыз акция болып табылады. Қор биржасы ол бізде базар. Түсінікті. Ол жерден барып, қандай да бір активті сатып алғымыз келетін болса, біз автоматты түрде трейдингпен не болмаса инвестициямен айналысып жатырмыз. Ал енді осы процестің барлығын сіздерге ұйымдастыруға көмектесетін кім? Яғни біз мысалы қарапайым тілде барахолкаға барып товарды өздігімізден сатып ала алатын болсақ, бұл жерде биржадан тікелей барып сіздер акцияны сатып ала алмайсыздар. Сіздерге бұл аралықта бір көпір қажет. Ол көпірді біз сіздермен брокер деп атаймыз. Яғни қандай да бір ұйымның көмегі арқылы сіз бен біздер сол биржадан барып түрлі активтерді сатып алып, сатып сауда жасай аламыз. Ондай брокерлер Қазақстан нарығында өте көп және шетел нарығында да өте көп. Брокер таңдаған кезде ең үлкен вниманияны, ең үлкен назарды сіздер ол брокерлік компанияның лицензиясына аудару керексіздер. Қазір таңда өте көп мошенниктер бар. Маған $1000 сал, мен саған $1000 үстінен қосып берем, мен саған ақшаңды көбейтіп берем деген сияқты. Ондай нәрселерге алданбаңыздар. Жалпы Қазақстан нарығында сенімді брокерлік компаниялар Freedom Finance, Interactive Broker, Пайдакс, Жусан, БЦК, Халық Инвест, яғни осы Қазақстан нарығында толықтай лицензиясы бар және сіздің ақшаңызға кепілдік бере алатын
кез келген брокерлік компания арқылы өзіңіздің шотыңызды ашсаңыз болады. Енді бастау үшін жалпы бізге не істеу керек? Ең бірінші сіз айтқанымдай брокерлік шот ашу керексіздер. Яғни трейдингпен не болмаса инвестициямен айналысу үшін ең бірінші сіздерге не істеу керек? Ең бірінші брокерлік компаниядан шот ашу керек. Мысалы, мен өзім Freedom'ды қолданамын. Freedom брокерден шот ашасыздар. Ол үшін біреуге ақша төлеудің, курс сатып алудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Қазір осы видеоны көргеннен кейін просто YouTube-қа кіріп, как открыть счет Freedom брокері деп жазатын болсаңыздар, дайын видео сабақтар толып тұр. Шот ашу тегін, және ол жердегі әртүрлі комиссиялармен өздеріңіз жеке таныса аласыздар. Екінші, сіздің жасайтын әрекетіңіз, ол сізге міндетті түрде анализ жасау керек. Яғни сіз қандай да бір брокерлік компаниядан шот ашқаннан кейін енді сізде сұрақ туындайды. Мен не нәрсені сатып алуым керек деген сияқты. Жалпы осы трейдингта, инвестицияда анализдің екі түрі бар. Біреуі техникалық анализ, біреуі фундаменталды анализ. Техникалық анализ ол түрлі графиктер, ал фундаменталды анализ түрлі жаңалықтар. Яғни осы жаңалық пен графиктің қосындысынан біз қандай да бір шешім шығарамыз, иә? Значит, сіздердің екінші этаптарыңыз ол сіздерге анализ жасау керек. Үшінші этап белгілі бір анализге сүйене отырып, өзіңізге қажетті бір акцияны таңдайсыздар. Яғни сіздер сол анализді жасау арқылы белгілі бір шешімге келесіздер. Сол шешімге келу үшін сіздерге осы фундаменталды техникалық анализ жасау үшін TradingView және FinViz деп аталатын қосымшалар қажет болады. FinVizда фундаменталды анализ жасалынса, TradingView немесе Webull қосымшаларында сіздер техникалық анализ жасай аласыздар. Біз төменге қарай сіздерге сілтеме қойып қоямыз, ол жерді қай жерден скачать ету керек және интерфейсмен сол сілтемелер арқылы таныссаңыздар болады. Төртінші, сіздерге қандай акцияны қай уақытта сатып алу керек және қай уақытта сату керек. Яғни кез келген активті сатып алғаннан кейін белгілі бір жерден сатып алып, белгілі бір жерден сатып отыру керек. Себебі сіздер мүлдем сатпайтын болсаңыздар, ол сіздерге біраз уақыт аралығында пайда беріп тұруы мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін қайтадан сіз сатып алған бағаға, не болмаса тіпті одан да төмен бағаға құлдырап кетуі мүмкін. Яғни осы саланы жалпы бастау үшін сіздерге қажетті негізгі 4 қадам осы. Қазіргі таңда трейдинг және инвестиция саласы нарықтағы ең шулы, ең үлкен вниманияға бөленіп жатқан сондай бір мамандықтардың бірі, және мен ойлаймын, болашақта кез келген адам осы инвестициялық портфель құруға, жалпы ақша қажет, жалпы маған қосымша табыс көзі қажет деген әрбір жанға керек сала деп ойлаймын. Егер де сен де осы салаға қызығып жүрген болсаң, менің телеграм каналыма жазуды ұмытпа. Ол жерде мен сіздерге бұдан да көп тегін ақпараттарды беретін боламын.